Жүректің топографиясы мен жалпы жүректің рентгенографиясына тоқталайық. Жалпы жүрек бізде жүрек қаппен бірге ортаңғы кеуде сызығынан асимметриялы, яғни 3-2 бөлімі сол жақта, 3-1 бөлімі оң жақта орналасқан. Сонымен қатар ол бізде 40 градус бұрыш жасап қиғашынан орналасқан ағза болып келеді. Жүрек негізінен алдынан және бүйірінен өкпе қапта жатады. Тек қана алдының аз ғана бөлігі ол төспен осы қабырға шеміршектеріне қараған болып келеді. Жалпы төстің жоғарғы шекаратына келетін болсақ, ол үшінші қабырғаның шеміршегінің жоғарғы жиегі және де астынан 5-6 қабырғалардың жиегінде орналасқан болып келеді. Негізінен осы жүрек аускультациясы кезінде бізде арнайы жүрек дыбысын еститін арнайы болады, жерлер болады. Ол негізінен 5-6 қабырғалардың астын мына жерлерде, яғни және де оның жүрек ұшында, яғни митральды түрде, ол трискупитальды әдіс деп аталады. Сонымен қатар негізінен жүрек ол ересек адамдарда әртүрлі болып келеді, ол дене бітіміне байланысты. Мысалға айтатын болсақ, ең бірінші оның денесі далиморфты болатын болса, онда оның жүрегі тамшы тәріздес болып келеді. Ал мезоморфты дене бітімінде оған бізде қиғаш, яғни жүрегіміз өте қатты қиғаш жатады, ол бізде 43-48 градусты құрайды. Және де тірі адамның жүрегі негізінен рентгенге түсірген кезде, рентген сәулелері арқылы тексерген кезде, ол осы негізінен өкпе алаңдарының арасында жататыны айқын көрінеді, және де ол бізде көлеңкі сияқты көрінеді. Сонымен қатар бізде жүректің рентген фотографиясын көрген кезде ересек адамдардың жүрегі ол бірнеше қалыпты жағдайлар болады. Яғни бірінші көп адамдарға тән, ол негізінен қиғашынан орналасады. Екінші қалыпты жағдай ол горизонтальды, ал үшіншісі вертикальды орналасқан. Яғни жаңа айтқан далихоморфты адам типінде ол бізде вертикальды тамшылық жүрек ретінде орналасқан. Және де келесі бізде қолқа қан тамыры, аорта, ол адам денесіндегі ең ірі сабау болып келеді. Бұл жерде бүкіл жерге қандар кетеді, тармақтар кетеді. Және де бізде аортаның 3 бөлігін ажыратамыз. Ол бірінші бөлігі, ол өрмелі бөлігі. Ол бізде мұнда қарайтын болсақ, мынау аорта остеодан шығатын бөлім, одан кейін оның доғасы, ол алдыдан артқа қарай жоғары жүреді. Және де оны аркус аорта деп атаймыз доғасын. Және де оның соңғы төменгі бөлігі ол аорта дистединг деп аталады. Жалпы қолқаның өрмелі бөлігі біз айтқан жаңағы осы аорта остеумен басталып бульбус аортаға өтеді де, және де ол жерде қойнаулар пайда болады. Оң қойнаудан оң тәждік артерия кетеді, ол артерия карониус декстра, және де сол қойнаудан сол тәждік артерия артерия коронария синстра өтеді. Қолқа доғасы біз айтқандай негізен алдыдан артқа қарай жүреді, және де ол оның жоғарғы жағында ицмус аорта түзіледі, яғни қолқа қылтасы байқалады, себебі ол қолқаның төмендеген бетіне өтеді. Және де бізде осы доғадан 3 ірі тамырлар өтеді. Бірінші тамыр ол қолқаның иықбас сабауы, тронкус брахиосепталис болады. Міне, брахиосепталис өте ірі тамыр, ол 4 сантиметрдей ұзындығы болады, және де жоғары қарай болған кезде екіге бөлінеді. Яғни артерия каротикус коммуниканс декстра, және де артерия субклавия декстра. Кейбір жағдайларда бізде осы сабау болмайды. Мынау брахиосепталис бірден мына екі ірі тамыр кетеді. Келесі ірі тамыр ол бізде ұйқы артериясы, артерия міне, мынау кеткен ұйқы артериясы, сол ұйқы артериясы, және де сол бұғана асты артериялары бөлінеді. Сол, яғни мынау тұрған бізде артерия каротикус коммуниус синстра, және де артерия субклавия синстра болып бөлінеді.
келесі оның төменденген бөлімі, бізде қолқаның төменденген бөлігі аорта descendens деп атайды, және де ол үшінші, төртінші кеуде омыртқаларының денелерінен, төртінші бел омыртқа денелерінен аяқталады, және де 12-ші кеуде деңгейінде ол осы көкеттің білеміз, көкетті өткен кезде оның қолқалық тесігін өттік, хиатус акустикус соның ішіне кіреді де екі бөлікке бөлінеді. Біріншісі ол ішке кететін, яғни аорта абдоминис, және де екіншісі ол кеуде бөлігінде қалатын артерия таратика болып бөлінеді.